Сәлеметсіздер ме оқушылар, бізде 14-ші сабақ тақырыбы кестедегі мәліметтер. Бұл кестедегі мәліметтерге көп оқушылар сәл қиналып жатады. Не үшін қиналады? Қиналады деп айту енді сәл психологиямызға әсер етер. Былай айтып көрейін, қиындық туғызады, немесе шығара алмайды, не мән бермейді деп айтайықшы. Оқушылар өзі мән бермейді. Негізі өте оңай есептердің бірі тек бір-екі жерде калькулятор пайдаланып көбейтіп қосып отырсам болды осы кестедегі мәліметтерді шығару үшін. Кестедегі мәліметтерді сіздер өздеріңіз тұрмыстық тіршіліктеріңізде де пайдалансаңыздар болады. Мысалы, ата-анаңыз сіздің үш дүкенді айтады, қайсында мысалы порошок арзан дейді, сендер есептеп, енді оймен есептеп, осынша грамм порошок алу керек, ол мына жерде мынандай, сулпак, магнумда мынандай, смолда мынандай, анварда басқаша деп есептеп, осы үш дүкенді салыстыра отырып, өздеріңіз сол тұрмыс тіршілігіңізге байланысты заттарды осы кестенің мәліметі арқылы шығарсаңыздар болады. Сонымен бізде бірінші мысал, 6 метр куб тақтайды 3 фирманың біреуінен алу қажет. Төмендегі кестені пайдаланып, осы тақтайды ең арзан сатып алуға қанша ақша төленетінін анықтаңыз дейді. Сіздерде 3 фирма бар, содан сіздер 6 метр куб тақтай сатып алу керексіздер. Қайсы сіздерге тиімді, арзанырақ түседі? Соны есептейміз. Мысалы, бізде мына жерден атаулар берілген. Бірінші фирма, екінші ағаш 2, ағаш 3 деген фирмалар берілген. Енді бұлар бірінші фирманы қарастырайық. Ағаш 1 деген фирмада 1 метр куб тақтайдың құны, бағасы теңгемен 37 мың теңге. Плюс жеткізу бағасы бар, яғни үйіне газельмен саған әкеліп береді 17.500 теңгеге. Әрмен қарай ағаш екінші фирма ол 40 мың теңге, 1 метр кубы. Жеткізу бағасы 7,5 теңге. Жеңілдік бар бұл жерде. 200 мың теңгеден артық сомаға сауда жасаса, сен яғни 200 мың теңгеден көп ақшаға тақтай сатып алатын болса, онда саған тегін жеткізіп береді. Әрмен қарай үшінші фирмада 38 мың теңге, 1 метр кубы. Одан жеткізу бағасы 11 мың теңге, содан 230 мың теңгеден асып кететін болса, онда саған жеткізіп береді тегін. Енді есептеп көрейік. Бізге бірінші фирма 1 метр куб үшін 37 мың теңге. Ал біз заказға қанша алу керекпіз? Тапсырыс бізде 6 метр куб. Енді 1 метрін 37 мың теңге болса, 6 метр кубты табу үшін осыны 6-ға көбейту керексіздер. Сонда неше шығады екен? 37 мыңды 6-ға көбейтейік. 37 мың көбейту 6. 222 мың теңге бар. 222 мың теңге болады екен. 222 мың теңге. Жеткізу бағасы 17.500 теңге. Осыған тағы да 17.500 теңгені қосамыз. Қосамын 17.500 теңге. Үйге дейін жеткізіп берсе, барлығы 239.500 теңге болды. Бұл да бізде жеңілдіктер жоқ. Әрмен қарай, екінші мысал, екінші фирма 40 мың теңге. 1 метр кубқа 40 мың теңге. Яғни 6 метр кубқа деген сөз 6-ға көбейтемін, 240 мың болады деген. 240 мың болады. Бізге айтады, жеңілдіктер жеткізу бағасы 7,5 теңге, бірақ 200 мың теңгеден артық сомаға сауда жасаса, жеткізу тегін, яғни мен жеткізу бағасын бұған қоспаймын. Сонда бұл неше теңге болды? 240 мың теңге таза өзі. 7,5 теңге не үшін қосқан жоқ? Себебі 200 мың теңгеден асып кетіп тұр, сондықтан бізде жеткізу тегін. Үшінші фирма бізде 38 мың теңге, 1 метр кубы, 6 метр кубы табу үшін оны 6-ға көбейту керек. 38 мыңды 6-ға көбейтсем 228 мың теңге шығады екен. 228 мың теңге шығады. 230 мың теңгеден артық сомаға сауда жаса, жеткізу тегін. Бізде 228, 30 мыңға әлі 2 мың теңге жетпей қалды, сондықтан жеңілдікті пайдалана алмаймын. Сондықтан нені қосып аламын 11 мың теңгені жеткізу бағасын. 228 мыңға қосамын 11 мың теңгені жеткізу бағасы. 200-де барлығы сонда 239 мың теңге болады екен. Ал көрейік, қайсында бізде ең арзан түседі екен? Ол бірінші фирма емес, екінші фирма, үшінші фирма бізге тиімдірек екен. Тіпті жеткізу бағасы тегін болмаса да. Көп кісілер бізде мынандай болып кетеді ғой. Жеңілдік деген көрсе болды, қызығып кетеміз. Сулпактан болсын, неде болсын, технодамда болсын жеңілдік. Жоқ, сіздер есептеп көріңіздер.
жеткізу бағасын көріңіздер, бұрынғы бағасымен салыстырып көріңіздер. Тегін деген затқа жүгіре бермеңіздер, жарай ма? Жеңілдіктер деген заттар. Енді мұқият олардың барлығын тексеріп алу керексіз. Әсіресе студент кезде осындайлардан сақ болыңыздар, Сонымен бізде 239 мың теңге болады екен. Ол бізде міне С нұсқасында екен, Әрмен қарай кеттік. Жолаушы жеңіл машинаны жалға алды және 600 км жол жүру керек. Тапсырмасы онан 600 км жол жүру керек. Төмендегі жанар жағар майдың қайсына ең көп ақша төленетінін табыңыз. Ең көп ақшаны табу керекпіз. Енді қараңдар, кестені мұқият оқып бірінші. Бірінші машина, екінші машина, үшінші машина бар екен. Бірінші машина дизель құйса 90 теңге, екінші машина бензин құйса 105 теңге, үшінші машина газбен жүреді екен 85 теңге. Енді жанар жағар майдың 100 километрге. 100 километрге дизель 9 литр жейді екен. Екінші машина 10 литр жейді екен 100 километрге. Газ үшінші көлік ол бізде 12 литр жейді екен. Және тағы да бір тәулікке жалға алу бағасы бірінші машинанікі 6300 теңге, екіншісі 6200 теңге, үшіншісі 6000 теңге. Енді көп оқушылар 6000 теңгені көреді, мынаны бәрінен кішкентай ғой дейді, осыны несеп кетеді, белгілеп кетеді. Алдың есептеуде сондай. Енді арзанын көреді, 37 мың теңге болып тұр. Қазір есептеп не істеп отырамын, сол 37 мың енді арзан болатын шығар дейді, соны белгілеп жүр. Жоқ, бір қандай да бір теңгелер 500 теңге, 1000 теңге, 200 теңге ойнайтын болады. Енді есептейік. 600 км жүру керек. Бірақ неге? Мына жерде жанар жағармай 100 км-ге деп тұр. Значит, 600 км табу үшін есеміз, бұнда 6-ға көбейту керекпін, сонда қанша литр болады? 54 литр болады екен. 600 км-ге. Так, мынау бізде тағы да 6-ға көбейтемін. 600 бұл 100 км-ге. Мен 600 км тауып отырмын. 60 литр болады екен. Мынау бізде 6-ға көбейтсек 72 литр болады екен. Так, окей. Одан кейін дизель 90 теңге дейді. 1 литрі 90 теңге. Енді 54 литр қанша болады? Ол үшін есемін 54-ті 90-ға көбейтіп аламын. 1 литрі 90 теңге болатын болса, 54 теңгесі, 54 литрі қанша болады екен? 90 көбейтсем 4860 теңге болады екен біріншісінікі. Так, еще бір тәулікке жалға алу үшін тағы да неше теңге төлейді екен? Осы сумаға тағы да 6300 теңгені қосады екен. Так, қосылған 6300. Сонда 11160 теңге жұмсайды екен. Екінші фирма не істейді? Так, ол бізде 1 литр 105 теңге, маған 60 литр қою керек па, сондықтан 60-ты 105-ке көбейтіп аламын. Кем болады? 60-ты 105-ке көбейтсем 6300 теңге болады. Оған 6200 теңгені қосу керекпін, жалға алатын ақшаның сумасы. 6200 теңгені қостым. Сол кезде 12500 теңге болады екен. Так, әрмен қарай. 72 литр құю керекпін, 1 литрі бізде 85 теңгеден тем болады. Так, 72-ні көбейтемін 85-ке, 5950 болады. И жалға алу бағасы не болады? 6000 теңге екен. 5950 қосылған жалға алатын бір күнге 6000 теңге. Так, 6000 теңгені қосылайын. 11950 теңге. 11950 теңге. Ал қайсы арзан екен? Әрине 11160 теңге арзан екен. Бірінші ендігі көлік екен. Сонда жауап белгілеп кетесіздер. Ол енді санмен белгілеп тұрады. Мысалы 11160 теңге ең арзаны А нұсқасында тұр делік. Соны белгілеп кетесіздер. Анау қалғандары 12000, анау 11950 теңге болып кетті. Солай, оқушылар. Әрмен қарай кеттік. Үйдің терезесін шынылау үшін 0,5 метр квадрат өлшемдегі 40 шыны керек. Мұқият тыңдаймыз. 40 шыны керек. Кестеде шыны мен кесу бағалары берілген, ең арзан фирманың бағасы анықталды. Ойбай, кешіріңіздер, мына екінші есепте мен есіме түсіп кетті. Ең көп ақша төленетін деп тұр. Ең көп ақша қайсы бізде? 12500 теңге екен. Осында В нұсқасы 12500 теңге болады екен. Ең көп сұрап тұр екен. Мен ең азды есептеп қойдым, көрдіңдер ме? Алай қате жібереміз. Үйдің терезесін шынылау үшін 0,5 метр квадрат өлшемдегі 40 шыны керек. Кестедегі шыны мен кесу бағалары берілген, ең арзан фирманың бағасын анықтаңыз дейді. Так, көрейік. K, SK, SQ,
Рон деген фирмалар берілген. Мынау бізде шыны бағасы 1 теңгемен 1 метр квадрат үшін 910 теңге төлейсің. Мынау 900 теңге, мынау 960 теңге төлейсің. Бір шынын кесу 60 теңге, бізге 40 шыны кесу керек. Сонда 75 теңге, 30 теңге. Енді бұл жерден былай есептеп алсаңыздар болады. Бізде 0,5 метр квадрат кесу керек. Дұрыс па? 0,5 теңге. Еще мына жерде егер тапсырыс 13.500 теңгеден аса тегін дейді. Қай фирмасы болса да 13.500 теңгеден аса тегін. Енді мұқият тыңдаймыз қана. Бізге 1 метр үшін 910 теңге ғой. Енді 0,5 метр квадрат үшін. Так, яғни 0,5 деген ол 1-дің жартысы. Мынау бізде 1-ге беріліп тұрса, 1 метр квадрат үшін мен 0,5 метр квадрат үшін аламын. Яғни ол 1-дің жартысы. Яғни мен 910-ның жартысын тауып алу керекпін. Жартысын тауып үшін 2-ге бөліп алу керекпін. Так, 910-ды 2-ге бөлсем 455. Яғни соның жартысына 455 теңге төлейді екен. Мынау 2-ге бөлсем 450 болады. Мынаны 2-ге бөлсем 480 болады. Есептеп алып, мен себебі 0,5 метр квадратта алып жатырмын. Бағаларын біз көрсеттік 0,5 метр квадрат үшін. Енді бізге қараңдар, осынан 40 штугын алу керекпіз. Енді осылардың әрқайсысын 40-қа көбейтіп шығамын, қанша болады екен. Себебі мен 40 шыны алып жатырмын. Бұл менде бір шыны үшін деп жатыр. Шыны бағасы деп тұр. Шыны бағасы бір шынының бағасы деп тұр. Маған 40 шыны керек. 455-ті 40-қа көбейтіп аламын. 18.200 теңге болады екен. 18.200 теңге болады екен. Бір жер жетпегенде қыстырып жазып жатырмын менде. 450-ді 4-ке көбейтемін. 40-қа көбейтемін, 18.000 теңге болады екен. Үшінші фирманікі 480-ді көбейтемін 40-қа, 19.200 теңге болады екен. Әрі бізде біткен жоқ, есеу керек. Бізде кесу бағалар. Так, бір шыны кесу бағасы 40 теңге, мен есемін 40 шынын кесемін. Тем болады. 40 шынын кесу керекпін. 60-ты 40-қа көбейтемін 2400 теңге. Так, мынау бізде 40-қа көбейтемін, мынаны да 40-қа көбейтемін, табам ал. 75-ті 40-қа көбейтсем 3000 теңге болады мынау кесу бағасы, 40 шынын кессем. Мынау бізде 30 теңге 1200, 1200 теңге болады кесе. Енді осылардың барлығын қосайық. Так, 18.200-ге қосамын 2400-ді. 20.600 теңге жұмсайды екен бірінші фирмаға. Екінші фирмаға 18.000 теңгеге 3.000 теңгені қосам, ол бізде 21.000 теңге жұмсайдысын. Төртінші фирмадан ол бізде 19.200-ге қосасын 1200-ді. 20.400 теңге жұмсайсың. 20.400 теңге. Енді бізге ең арзан деп тұр. Мына жерде егер тапсырыс 13.500 теңгеден асса тегін деп тұр. Уже мынау үшеуі де асып кетіп тұр, сондықтан бұны бізге қарамасақ та болады екен. Енді ең арзан фирманың бағасы қанша екен? 20.400 теңге болады екен. Рон фирмасының жеткізуі бізге жақсы екен. Соны қолдансақ. Түсінікті ғой, асықпай осылай есептеп аласыздар. Әрмен қарай. Үйден саяжайға автобуспен, электр пойызымен және таксимен жетуге болады. 3 көлікпен жетуге болады. Автобус, электр пойызы, таксимен. Кестеде жолдың әр бөлігіне қанша уақыт кететіні берілген. Жолға ең аз дегенде қанша уақыт кетеді дейді. Енді есептейік. Техника түрлері: автобус, электр пойызы, такси, бірінші, екінші, үшінші. Автобус үйден аялдамаға дейін 15 минут апарады екен. Автобуспен 2 сағат 40 минут апарады. Аялдамадан саяжайға дейін 15 минут барады екен. Ал аялдамадан саяжайға дейін 15 минут. Мынау бізде неше? Электр пойызы үйден темір жол станциясына дейін 20 минут жүріп барады. Электр пойызбен 1 сағат 40 минут жүріп барады. Станциядан саяжайға дейін 20 минут жүріп барады. Такси бізде үйден аялдамаға 25 минут, таксимен 1 сағат 35 минут, аялдамадан саяжайға дейін 35 минут дейді. Кестеде жолдың әр бөлігіне қанша уақыт кететіні берілген, жолға ең аз дегенде қанша уақыт кетеді дейді. Көрейік. Әр қай минутты қосып шығамын. Так, мына 15 минуты бар. 15 минут қосылған. Так, 2 сағат 40 минут деген сөз, 2 сағатты біздер минутқа айналдырып алу керекпіз. Ол 120 минут, үші тағы да 40 минуты бар. Сонда ол 160 минут болады екен. Қосылған аялдамадан саяжайға дейін 15 минут, тағы да 15 бар. Сонда бұл бізде 180 минут болады екен, қосып алдық 180 минут. 180 минут деген сөз, ол 6-ға бөлсек 3 сағат шығады деген сөз ғой. Яғни біздер автобуспен 3 сағатта барады дегенбіз.
электр пойызы. Так, үйден үй темір жол станциясына дейін 20 минут жүріп барады. 20 минут қосылған 1 сағат 40 минут деген сөз жаңағыдай айттым. 1 сағат деген 60 минут, еще 40 минут бар, сонда ол 100 минут болады. Қосылған тағы да 20 минут бар. Вообще бізде қоссақ 140 минут бар. Ол бізде 180-нен аз, ол бізде 2 сағат 20 минут болады. Минуттарды есептей аласыздар о сағаттарды. Әрмен үйден аялдамаға дейін 25 минут, қосылған 1 сағат 30 минут деген, ол бізде 95 минут болады. Себебі 1 сағаттың 60 минут қой. Қосылған тағы да 35 минут. Кем болады? Так, мына екеуін қосып алған ыңғайлы болады. Немесе сразу калькулятормен үшеуіне қоссаңыздар болады. 35. 155 минут болады екен вообще. Ол бізде 3 сағат емес, 60-қа бөлсек 2 сағат болады. Сол 2 сағат 120-дан азайтсақ 35 минут бар. Енді бізге жолға ең аз кететін уақыт қанша? 2 сағат, ол 20 минут. Мына бізге екінші электр пойызымен барған әлде қайда тиімдірек деген сөз. Кеттік. Есеп: Марат велосипедтен 28 км жол жүрді. Бұл барлық жолдың 70%-ын құрайды. Енді А бағаны Б бағаны салыстырып, барлық жолдың ұзындығы и Б бағаны 48 км дейді. Так, енді маған барлық жолдың ұзындығын табу. Марат велосипедпен 28 км жүрді. Ол бізде барлық жолдың 70% болып тұр. Енді маған нені табу керекпін? 100% табу керекпін. Пропорция құра саламыз, 6-шы газ тең болады. Так, x тең болады сол кезде. Мына 100 бен 28-ді пропорциямен былай көбейтесіздер. И соның астындағы мына 70-ке, жалғыз тұрған 70-ке бөлесіздер. Мына не болады? 2800 болады. Бөлу 70. 40 болады екен. Барлық жол сонда неше километр? 40 километр екен. Мына жер 40 енді. А бағаны Б бағаны салыстырып көрейік. Мынау 40, мынау 48, сонда А бағаны кіші болады. Неден? Б бағаны деген жауапты белгілейсіздер. Міне өте оңай. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Кестеге байланысты мәліметтер бойынша мұқият асықпай шығарыңыздар. Кейде мынандай есептер болады. Бірінші неге барайық? Сатып алатын заттар болады. Мысалы, осыншаға сатып аласың. Мысалы, сөмкені деп келеді, телевизорды деп келеді, немесе холодильникті деп келеді, қайсын алған тиімдірек деп сұрақтар келеді. Осындай сұрақтарды мұқият асықпай қарап, есептеп, көбейтіп, не айтып тұр соны біліп алсаңыздар, есептер өте оңай. Әрбір балл бізге құнды, керек. Бізге грант таласқан кезде айтасыздар, мә грантқа 1 балл жетіспей қалды деген әттегенler сонда болады. Жақсы оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар және де үй тапсырмасын орындауға ұмытпаңыздар.